Сәлеметсіздерге, құрметті білім алушылар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы жылыжайдағы тамыр жемістілер және баданалылар. Жоспар бойынша екі сұрақ қарастырылады. Бірінші сұрақ жылыжайда шалғам өсіру, екінші сұрағымыз жылыжайда пияз тұқымдастарының көкөністерін өсіру. Ежелден асханалық тамыр жемістерді адамдар тағамға пайдаланған. Тамыр жемістілер тобына оған жататындар сәбіз, асханалық қызылша, шалғам, шалқан, шомыр, тарна, ақжелкек, балдыргөк, бұтташық деген көкөніс дақылдары. Осы тамыр жемістердің ішінде шалғам көкөнісін ашық жерде де, жылыжайда, жабық жерде де өсіре береді. Барлық тамыр жемістілер шалғам мен шалқаннан басқасы, жаздық формаларынан басқалары 2 жылдық өсімдіктер болып саналады. Олар бірінші жылы жапырақ дегелегін және тамыр жемісін қалыптастырады, ал екінші жылы гүлдегіш сабағын қалыптастырып, өсімдік гүлдейді де және тұқым байлайды. Кейде өсімдік тіршілігінің бірінші жылы гүлдейді. Бұл гүл салу деп аталатын құбылыс. Қысқа қарай немесе тым ерте көктемде сепкенде, сондай-ақ көктем ұзақ уақыт салқын болғанда байқалады. Гүлдеген өсімдіктің тамыр жемісінің сапасы күрт төмендейді. Сонымен бірге танапқа отырғызған тұқымдық гүл сабағын қалыптастырмайтын жағдайларда кездеседі. Бұндай өсімдіктерді қиқар деп айтады. Осындай жағдайда тамыр жемісті қыста жоғары температура сақтағанда, сонымен бірге оларды көктемде құрғақ топыраққа отырғызғанда және ауа райы тым жылы болғанда байқауға болады. Қиқарлықпен күресу ол үшін ерте жинамау және аналықты ерте күзде құрғатпау, дұрыс сақтамауды болдырмау, тұрақты жарықтандыру және жоғары температура, сондай-ақ отырғызуды кешеуілдетпеу керек. Тамыр жемістілер құрылымы олар деген бастан тұрады, мойыннан және өзіндік тамырдан. Бас дегеніміз ол өсімдік жарнағының жоғарғы бөлігі, эпикоцель деп айтамыз. Буын аралықтары өте қысқарған сабақ. Бастан қолтықтық бүршіктері мен жапырақ дегелегі дамиды. Ол екінші құрылымына жататын ол мойын. Ол тамыр жемісінің ортаңғы бөлігі, ол тұқым жарнақтың төменгі бөлігінің гипокоцель ұлғаюының нәтижесінде қалыптасады. Ұзын тамыр жемістілердің, мысалы сәбіз, ақжелкекте тамыр жемісінің негізгі массасы алғашқы тамырдан, ал дөңгелекше тәрізділерінікі қызылша, шомыр, тарна, тұқым жарнақтың төменгі бөлігінен қалыптасады. Тамыр жемістілерінің бәрінде де алғашқыда жіңішке ұршық тәрізді кіндік тамыр пайда болады. 1-2 жапырақ пайда болғаннан кейін сол тамыр жуандай бастайды. Оның жуандауының нәтижесінде алғашқы қабық жыртылады. Олар өліп, тамыр жемісінің сыртында құрғақ қабыршық құрайды. Тамыр жемісінің түлеу дегенін жүреді. Түлеу кезінде өсімдік тым жиі орналасқан болса, тамыр жемісінің ұзарып кетуіне, кейіннен пішіннің өзгеруіне, дөрекіленуіне және олардың толық дами алмауына әкеледі. Тамыр жемістілердің анатомиялық құрылысы да бірдей емес. Олар тамыр жемістерінің 3 түрлі құрылысын ажыратады. Біріншісі деген шалқан типтес тамыр жемістілер, екінші сабыз типтес жемістілер және қызылша типтес тамыр жемістілер. Шалқан тамыр жемістілер олар жұқа, әлсіз дамыған қабығы және қоректік заттары жиналатын, кең ауқымды, жақсы дамыған паренхималы ағашты бөлігі болады. Мұндай құрылыс үшін қырыққабаттылар тұқымдасының барлық тамыр жемістеріне тән, мысалы шалған, шалқан дегендер сияқты. Сәбіз типтестер олар көлденең кесіндісінде өте жуан 2 қабат көрінеді. Сыртқысы қабықшамен жабылған қабық, оны флоема деп айтамыз, және ішкі өзек, діңгек, сүрек, ксилема. Көмірсулары мен каротиннің негізгі бөлігі қабықтық бөлікте жиналады. Мұндай құрылыс пішіні балдыргөк тұқымдасының барлық тамыр жемістеріне тән. Үшіншісі ол қызылша типтес. Қоректік заттар жиналатын паренхима, ксилема мен флоеманың сақиналарымен алмасып отырады. Паренхима мен сүрек сақиналарының арасында екінші түзгіш ұлпа, мысалы камбиол,
қабаты орналасып, ол бөлігінде осы сақиналар жуандайды. Сүректік бөлігі, әсіресе қоректік алаңы көбірек болғанда және топырақта ылғал жетіспегенде тезірек жуандайды. Бұл тамыр жемісінің сапасын төмендетеді және ақ сақиналардың пайда болуына әкеледі. Өздерінің дамуы үшін тамыр жемістілер салқын және ылғалды климатты қажет етеді. Құрғақ топырақта олар қиқы-жиқланып, ағаштанып кетеді. Ал ылғал мен жарық тамыр жемістілер олар ең зор талабын алғашқы даму кезеңіне қояды. Осы тамыр жемістілердің атап кеткеннің ішінде шалғам немесе рафханус сатеус деп айтамыз, орам жапырақ тұқымдасына жататын көкөніс, немесе оларды кресткүлділер тұқымдасына жататын деп айтамыз. Олар бір жылдық шалғам болып есептеледі. Сол жылы тамыр түйнек салады да тұқым береді. 2 жылдық деген ол қыстық сорт, оның көбінесе қолданыста жоқ. Ол бірінші жылы тамыр түйнек береді және келесі жылы тұқым береді. Ол көбінесе 1 жылдық шалғам өсіріледі. Олардың жапырағы аздап тілімделген, тамыр жемісі ұсақ, 7-20 грамм арасында болады. Түсі қызыл, ақ қызыл, күлгін, сары түске айналады. Тамыр жемісінде 25-30 мг процент, жапырағында 50-60 мг процент С витамині бар. Тамыр жемісі жастай тағамға қолданылады. Гүлдері ақ болады, қызғылт болады. Сепкеннен кейін 50-70 тәулікте гүлдейді. Суыққа төзімді айқас тозаңданатын сорттары болады. 20 градусты сабақтанып тамыр жеміс түзеді. Құрамында деген жаңағы органикалық заттар, мол, бұрғылдақ, құмдақ топырақтарда жақсы өседі. Оны жаңа айтып өткендей, шалғамды жылыжайда да, ашық жерлерде де өсіріледі. Шалғамның келесі сорттары аудандастырылған: Заря, Иегова 169 деген, Новинка 515 деген, Красный великан деген, Дунган деген, тағы да басқа сорттары дамыған. Негізінде Қазақстанда шалғам Қазақстанның оңтүстік облыстарында көп өсіріледі, ерте көктемде. Және оларға зиян келтіретін негізгі зиянкестер кресткүлділер бүргесі, орам жапырақ шыбыны аурулары, альтернариоз және жалған ағынтақ. Келесі екінші сұрағымыз ол баданалы тұқымдастардың ішінде жататын пияз түрлері. Біздің елімізде 200 түрі өсіріледі. Олардың ішінде екпе пияз, немесе қатпарлы пияз деп айтамыз, пияз батун, пияз парей, көп ярусты немесе қатқабатты пияз, пияз шалот, пияз резанец деген болады, пияз лизун және сарымсақ. Қазақстанда көкөніс дақылдың егістігінің 10% алып жатыр. 5% қатпарлы пияз үлесіне тиеді. Бұл басты пияздың жоғары өнімділігімен және жан-жақты қолдануымен, ұзақ сақтауға жарамдылығымен, сондай-ақ оны жылыжайда да, бұлыжайда да көктетудің оңтайлығымен түсіндіріледі. Республиканың солтүстігінде басты пияздан басқа батун пиязы, парей пиязы, көпқабатты пияз, шалот жуасы және сарымсақ өсіріледі. Негізі пияздың отаны Орта Азия. Көне заманнан белгілі, оның құрамында 18% құрғақ зат, 12%-қа дейін қант болады, 2%-ның шамасында белок және 0,4-0,5% май, Е, С, А дәрумендері болады. Пиязды ежелден бағалы дәрілік өсімдік деп санайды. Ол ас қорытудың жақсартады, асқазанның шырынын бөлуіне күшейтеді. Пиязға ерекше иісті эфир майы береді. Одан басқа пияз бен сарымсақта фитонцидтер бар, ауру қоздыратын бактериялардың өсуін тежейтін ұшпа зат. Пияздың жаңағы жасыл сабағын алу үшін жылыжайда молынан өсіреді. Олардың деген жаңағы түтіктері үшкірленген, ұзындығы 20-50 см аралығында болады. Олардың гүл сидамының орта тұсы қампайып кетсе, онда деген сидам сабақ деп айтады. Ал гүл шоғыры шар тәрізді шатырша,
гүлдері қос жынысты, қызыл, бұлғыр сондай түске айналады. Пияздың жемісі 2-4 тұқымды 3 қырлы қауашық, тұқымы қарашық, ұсақ, мысалы 1000 тұқым салмағы 3,4 грамм аралығында. Қара пирамида пішіндес, беті бүдірлі әжімді болып саналады. Тығыз және ұзақ бөртетін қабығы болғандықтан тұқымдары өте баяу дамиды. Өйткені оның құрамында эфир майлары болғандықтан. Енді жылыжайда пиязды көшетке өсіреді. Пияз көшеттеп, оның тұқымнан өсірілген 1 жылдық кішкентай баданасын айтамыз. Оның диаметрі 1-3 см аралығында болады. Оларды бірінші өсіріп алады да, сосын жылыжайда өсіріп, жасыл сабағын кесіп отырады. Және оған деген жақсы күтім жүргізсе, тыңайтқыш беріліп, суарып, температура жақсы берілсе, жасыл пияз жуашықтарын кесіп алып отырады. Топырақтың ылғалдылығына өте жоғары талап қойғанмен, суды аз мөлшерде пайдаланады. Бұл түксіз деуге болатын аздаған шашық тамырларының аса тереңге 40-50 сантиметрге сору күшінің әлсіздігімен түсіндіріледі. Пияздың жылуға талабы жоғары емес. Тұқымдары мысалы 2-4 градуста өне бастайды, бірақ оңтайлы температура олардың өсіп тұру үшін, жасыл сабақ беріп тұру үшін 18-20 градус болады. Ересек өсімдіктері 6-7 градус үсікке шыдайды. Үсікке пияздың ащы сорттары төзімдірек болып есептеледі. Олардың да жапырақтары 18-20 градуста жақсы өседі. Бадананың қалыптасуына жоғары температура ықпал жасағанмен жапырақтарының өсі баяулайды. Қазылып алынғаннан кейін бадананы аязға төзімділігі кемейді. Пісіп жетілмеген бадана жеңіл үсіктермен зақымдануы мүмкін, оның сақталуы нашарлап кетеді. Ал толық піскен баданалар сақтаған кезде 30 градусқа дейін үсікке шыдай алады және бұзылмай сақталады. Пияз көлеңкені жақтырмайды. Ұзақ күннің баданасы өсу-пісуіне, тыныштық кезеңіне өтуіне қолайлы ықпал жасайды. Құрамындағы эфир майының мөлшеріне байланысты дәмінің ащылығына қарай пияздар сорттары 3 топқа бөлінеді. Ол ащы сорттар, жартылай ащы сорттар және тәтті сорттар. Ащы сорттарында құрғақ заттың, қанттың және эфир майының мөлшері көбірек болады. Өсу даму кезеңін ұзақ сорттарды пияз көшетімен, ал 2 жылдық дақыл ретінде оларды өсу даму кезеңі қысқан көшетпен отырғызуға болады, ал 1 жылдық дақыл ретінде тікелей тұқым сеуіп отырғызады. Басты пияздың көшетін өсіру ол ең кеңінен қолданылатын тәсіл. Мұндай пияз тұқымынан азықтық баданаға дейін 2 жыл дамиды, ал тұқымға дейін 3 жыл дамиды. Бірінші жылы тұқымның қарашықтан пияшық алынады, екінші жылы пияшық көшеті алынады, үшінші жылы аналық басты пияз алынады тұқымға. Осымен дәрісіміз аяқталды. Келесі слайдта бақылау сұрақтары берілген. Назарға тыңдағандарыңыз үшін рахмет.